Байлық пен ақыл. Ертеде бір шал өмір сүріпті. Ол шалдың 4 ұлы болыпты. Күндер өте шал көп ойланып, мұрагерлік жайында ақылдасуға ұлдарын жинап алады. Бірақ не істерін білмей, балаларын қалай тексеретініне қобалжып, бір ойға келеді. Қария, мен қартайдым, біреуіңнің үй иесі болатын уақытың жетті. Кімнің ақылы мен байлығы сай болса, сол мұрагерім болады. Әр қайсысың маған байлығың мен ақылыңды көрсетіңдер дейді. Сонда үлкен ұлы көп ойланбастан асыл тасты жүзік салған қолын көрсетіп, міне менің байлығым. Ал кім бай болса, сол ақылды депті. Екінші ұлы да көп ойланбай, асыл киімдерін киіп, әдеміленіп келеді де, мені осы түрімде көргендер ақылым мен байлығымның алдында бас иеді дейді. Оны көрген үшінші ұлы күміспен және тастармен әшекейленген белдігін буынады да, мұндай белдікті ешкім ешқашан буынып көрген жоқ дейді. Әкесі ұлдарына көп қарап басын шайқайды да кіші ұлына, сен неге үндемейсің, сен қандай байлығыңмен мақтанасың дейді. Сонда кенжесі, менің асыл тасты жүзігім де, сәнді киімім де, қымбат тастармен әшекейленген белдігім де жоқ. Тек еңбексүйгіш 2 қолым, қайрат жігерге толы жүрегім бар депті. Әкесі сол сәтте кіші ұлының жанына жетіп барып, үлкен құшағына алып, қыса-қыса маңдайынан сүйіп алады. Шалға кенже ұлының жауабы ұнайды. Ол өзінің мұрагері етіп кіші ұлын белгілейді. Қалған балаларына өмірде байлық, алтын, күмістен гөрі ең керегі еңбекқорлық, адалдық, жүректің ақтығы екенін түсіндіреді. Содан кейін балалары әкесіне өз сөздерін береді. Үлкен балаларына інісінің айтқанынан шықпауды өсиет етіпті. Балалары осы күнге дейін әке өсиетін ұстап, үлкен азамат болып өседі.